Ақын болуды оңай деймісің, қарағым. Аузында жүру ол деген сыздаған барлық жараның. Бұл атақты ақын Төлеген Айбергеновтың толғанысы. Ақын азабы, ақын мұңы дейтін Сергелдеңнің салмағы тағы бар. Қадірлі көрермен, біздер бүгінгі шығарылымда қызылордалық жас ақын Мақсат Дауылбайдың өлең өлкесіне бірге сапар шегеміз. Мақсат Дауылбай, ақын, Қазақстан жазушылар одағының мүшесі. 1996 жылдың 12 мамырында Қызылорда қаласында дүниеге келген. 2017 жылы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін журналистика мамандығын тәмамдаған. Гуманитарлық ғылымдар магистрі, республикалық халықаралық жыр мүшәйраларының жүлдегері, өлеңдері түрік, Әзербайжан тілдеріне аударылған. Самғау жастар сыйлығының иесі. Қырау қатқан біз жақа, құстар әзір келмейтін де сыңайлы. Құс қанатын қаққан сәттер ұнайды, құстар еске түсіреді Құдайды. Құстардың бар ағы менен қарасы, тіршіліктің бағы менен жарасы. Құстар көшкен анау сәттер ұқсайды адам көшкен кезге. Досым, қараш, құстар көшкен сәттерше, парақтарын құсқа айналтқан дәптерше, табиғатым тоналып, нәби хатым жоғалып, күзге айналам, мұзға айналам әттеңше. Құстар келген сәттерше, қанатына кір жұқтырмай пәк келсе, ей ғажап қой, ұнамай ма дүниеге сәби келген сәттер неге? Тәттенше, ақыныңның бітермеді қиялы, қиялыма құстар ғана сияды. Сенбесең ғой, құстар қайтар уақытта қыстың өзі кәрайылын жияды. Сол ғой маған керегі, мен жаурадым себебі, жаурағанда құс жіберген адамға Құдай неткен кең еді. Сырдың елі, жырдың елі дейтін аяулы бір өлкеден Астанаға ат басын бұрғаныңнан, бүгінгі таңда ғылыми ізденістермен жүргеніңнен хабардармыз. Мақсат Дауылбай бүгінгі күні не жазып жүр деген сауалмен бастағым келеді әңгімемізді. Балаң жақтан, сонау студенттік шақтардан әбшаған өзіме бір мәңгілік тақырып етіп алғыға ниеттенгем, талаптанғам. Сонымен магистрлық диссертацияны қорғап, енді қазір докторантураның 3-ші курсында әбшағаның тарихи романдарын өз тіліме қарай тәпсірлеп, соны бір ғылыми негіздегім келіп, сол шығармаларына, сол ұлы туындыларына ғылымның көзімен қарағым келіп, талаптанып жүрген жай бар. Сол жолда ізденістемін. Жалпы осы өңірдегі әдеби қауым өкілдеріне қолдау бүгінгі күні қаншалықты өз деңгейінде деп ойлайсың? Мысалға, сырдың жас ақындарына, өзің секілді қаламгерлеріне қандай қолдаулар қажет бүгінгі күні? Тәуелсіз Қазақстан поэзиясының тарихында алғаш рет болып, сыр өңірі ақындарының Алматы қаласындағы поэзия күндерін өткізіп келдік. Үлкен қолдауға, қошеметке ие болып. Одан бөлек біздің ақын жазушыларға үлкен топтан бастап, жас демей, жасамыс демей, жағдайы бар демей, жоқ демей, жазған үшін, өмірде сондай адам болған үшін, сыр төңірегінде, сыр топырағында сондай адамның өмірге келген үшін руханиятқа қолдау болсын деп жылына 10 адамға бізде тұран сыйлығы табысталып, қомақты стипендия тағайындалып жатыр. Оның бәрі ақындардың, жазушылардың, жалпы сөз өнерінде жүрген адамдардың көңіл күйіне әсер етеді. Көңіл күйі дұрыс болған, өмірге көзқарасы дұрыс болған, жазуға өзінің бағыты бағдар етіп жүрген, ғұмырлық бір ісі санап жүрген ісіне деген өзінің ынтасы дұрыс болған кезде әдебиетшіден жақсы туынды дүниеге келеді. Соның кәдімгі бел ортасында жүріп, тек сол ақын жазушыларға ғана қызмет жасап жатыр деп айта алмаймын, бірақ
назарсыз, елеусіз қалып жатқан жоқ. Мен соны кәміл айта аламын. Мақсат, сені біз көбіне азаматтық лирикаға қалам тербейтін ақын ретінде білеміз. Жақсы, әр ақынның өзінің болмысына сай бір қалам қуаты болады. Енді осы азаматтық сарындағы жырларға қатысты сенің пайымыңды естігім келеді. Көп осы кейде үлкендерден осы ескертуді алып жатам. Осы ақиқат деп, шындық деп, мұң деп, қайғы деп, өзіңе ауыр жүк арқалай берме. Сөзден қасиетті нәрсе жоқ. Сол сөздің қасиеті қалай айтсаң солай қонады. Жастық жалынды жаз, махаббатты жаз, сезіміңді жаз. Осы бір қайта келмейтін уақыттардың, қайта келмейтін сәттердің бір ғажайып тұстарын жаз. Саған қызықсын, сүйсінсін. Осыда түңіліп жүрген ел, түңіліп жүрген оқырмандардың одан сайын түңілтпе деген сияқты үлкендердің ескертуді алып жатам. Кейде жастардан, өзімнің замандастарымнан, кейінгі буыннан өкпе естіп жатам. Неге сіздің бір махаббатыңызды оқымаймыз? Неге сіздің сезіміңіздің тұңғиығына неге батпаймыз? Біз неге сол әлемге жуытпайсыз, жолатпайсыз деген сияқты өз жерде хаттарда келіп жатады. Әлеуметтік желіден қазір жақсы ғой. Бірақ менің түсінігімде ақынның трагедиясы, ақынның махаббаттағы, сезімдегі, күнделікті өмірдегі трагедиясы дәл солай қайталана беретін болса, ол ақын ортақ мына мойындаудан алыс кетеді. Адамзаттың проблемасын, адамзаттың өмірін, түсінігін, сол деңгейін ақын өзінің тақырыбына айналдырмай, ақын ешқашан ортақ ақын болмайды, менің түсінігімде. Ал енді азаматтық ұстанымдағы өлеңдерді қай заманда да, қай дәуірде де өзінің биігінен ала сармаған, өзінің құнын жоғалтпаған. Біз қорқыт жырларында да, күлтегін тоны көк, білге қаған жырларындағы мазмұндық өлеңдерді де, бұралап бергі жыраулар поэзиясындағы да, бергі мына батырлық ұстанымда аттың үстінде жүріп өлең жазған махамбеттердің, бергі мына алтын дәуір әдебиетіндегі хас таланттардың өлеңдерін алып қарасақ, бәрібір азаматтық позициядағы өлеңдер, азаматтық поэзия бәрібір шоқтығы биік болып тұрады, мен ұндалап тұрады. Ал енді махаббат ол әрине мәңгілік тақырып. Қоғамда, сол өзің айтқан қоғамда сені қандай мәселелер жиі толғандырады? Дана Абайдың өлең деген өсекші жұртқа жаяр деген өлең оқып түсініп едік. Соның қазіргі жағдайда әлеуметтік желі болды. Ешкім ешкімнен ештеңені жасырмайтын болды. Ешкім ештеңеден қазір ізденудің қажеті жоқ. Бұрынғыдай бір талпынудың қажеті жоқ бірдеңеге жету үшін. Қазір бәрі айдай әлем алақаныңда. Соның ішіндегі іріл ұсақты мәселенің бәрі кәдімгі адамға, ақынға да әсер етпей тұрмайды екен. Кейде болмаса кейбір интригалардың ізін қуалап кеткеніңді байқамай да қалайтын сәттер болады екен. Сол сияқты мына қазақтың қай дүние шымбайына батып жүр, қазақтың қай дүние өкпесін ауыртып жүр, бауырын сыздатып жүр, ұйқысынан айырып жүр. Сол тақырыптар менің де тақырыбым. Сол нәрселер мені де алаңдатады. Мен енді өзімді қазақтан аластан, алаш қоғамынан, қазақ қоғамынан бөліп қарай алмаймын. Қай нәрсе тақырыпқа айналады, сол да менің тақырыбым. Соған бір үн қосқым келіп тұрады. Соны өзімше жырлағым келіп тұрады, өзімше жазғым келіп тұрады. Сол нәрсе. Енді әр буынның өзінің әдебиетке алып келетін жаңалығы, өзінің қосатын бір қомақты үлесі болады, өзінің сара жолы болады дейміз. Енді өзің қатарлы замандас ақындардан кімдерді оқып, кімдерді тұшынып, солардың әдебиеттегі бір салып жатқан соқпағына іштей сүйсініп, бағам беріп жүресің? Светқали Нұржанов дейтін қазаққа ортақ ақын, қайратты ақын, қайраткер ақын бар. Сол кісі бір сұхбатында былай деді: Абай өлеңге әр қырынан қарайтын сипат берді, түр берді, маңыз берді. Бірнеше ұйқас түрлерін алып келді, өлең жазудың формаларын қалыптастырды. Сөйтіп, біздің қазақ поэзиясының жаңа биікке шығуына дәнекер болды.
Ал енді одан кейінгі толқын, одан кейінгі ақындарға ортақ бір ғана жетістік сол сарынды тоқтатып алмау, абай салған жолды. Одан кейін ұйқасты, буын бунақты дамыту ғана деген пікірді айтты. Мен осы сөзге келсем, қазір тақырып ұқсастық, сырлау, мазмұндағы ұқсастық, осы нәрселер мені қазір қынжылтып жүр. Енді осының арасынан бір жауыннан кейін шығатын бір саңырауқұлақ сияқты мені ұмталап тұратын, көзге бірінші түсетін әдемі мөлдір сезімдер да бар. Сол биіктен қарағанда Ерлан Жүністі мен бұл заманның, біздің ғана заманның емес, келер ғасырдың ұлы ақыны деп есептеймін мен. Білім керек па? Ерланды оқы. Мазмұн керек пе? Ерланды оқы. Шынайы ықылас, сезім керек пе? Ерланды оқы. Әр дәуірдің бір ұлы ақыны болады ғой, қайталанбайтын. Біздің замандастарда үлкен міндет бар. Қазір қазақ поэзиясы өз биігінде тұр, өз деңгейінде тұр. Енді біз соның ішінен жаңалық жасауымыз керек, сондықтан көп ізденеміз, көп оқуымыз керек деп ойлаймын. Олай болса, риясыз әңгімеңе рахмет, Мақсат. Жалпы өзің айтқан сол ізденіс, өзің айтқан қазақтың өлең өлкесінде өзіндік сара жолыңды қалыптастырып, соқпағыңды қалыптастырып, оқырман іздеп жүретін жақсы өлеңдердің авторы болып, осы қазақтың әдебиетінде ғұмырың ұзақ болсын дейміз. Бүгін кешке қар жауса ғой, қар жауса, мынау әлем есінен бір таңғанша. Ағылпа боп, аялар деп алғаусыз, аспан жақтан мейірім күткен жанғанша. Бүгін кешке түн ғайыпқа жоғалса, жан бақытты болар еді оғанша. Қарт кеуілдің кәрілігі тоналса, адамдардың бәрі бала боп алса, жер бетінде қара нүкте қалмаса, ай жүзінде аппақ әлем орналса, періштелер ізіндей боп қар үсті іздер қалса, онан өзге болмаса. Бүгін кешке өлең жауса ұлпа боп, әппақ түске боялса екен қырқа көк. Қоңыр күздің қоңыр күйін серпи сап, ақ сезіммен әппақ әндер шырқар ек. Барлық жүрек әппақ түске боялса, байтақ әлем бейгүнә боп оянса. Шіркін. Қадірлі көрермен, бағдарламамыздың бұл айдары шынайы деп аталады. Шынайы айдарының бір ерекшелігі сол, біз өзіміздің кейіпкерімізге шынайы әрі нақты сауалдарды жолдай отырып, оның өмірлік ұстаным қағидасын, белгілі бір позициясын, мақсат мұратын айқындай түсетін боламыз. Олай болса, Мақсат, өзіңе қойылатын алғашқы сауал, сен үшін өмірдегі ең маңызды нәрсе ол не? Жүрекке барар нәрді ауада емес, суда емес, көңіл арқылы дарытқан деген сөз бар. Ең маңызды мен үшін көңіл. Бала күніңдегі ең сүйікті ертегің? Алтын балық ертегісі. Ғажайып. Мүмкін емес нәрселерді мүмкінге айналдырып соған бала көңілімді сендірген үшін сол. Яғни армандардың бір қапелімде орындала қоятынына сендірген бір аяулы ертегі, е? Адамның бойындағы сен бағалайтын ең ізгі қасиет? Әбіш ағаның тағы бір сөзі, жер бетін баяндатып тұрған мейірім мен рахым ғана. Осы екі қасиет. Дәл қазір сенің қолыңда есепсіз, қисапсыз ақша пайда болса, сен сатып алуға асық болатын дүние ол не еді? Шынайы айдары ғой, енді шынымды айтайын, мен бір жүрегіме батып жүрген мықты таланттардың материалдық жағдайы бар. Соларға бір үйден алып берерім.
баспаналы етуге Баспаналы. асығатын едің ақындарды. Иә, иә. Тамаша. Сенің ұғымыңдағы бақыт ұғымын түстермен ассоциациялайтын болсақ, қай түспен безбендер едің? Күннің сәулесімен. Күннің сәулесі, күннің сәулесімен. шуағымен, иә? Күннің нұрымен, күннің сәулесімен, күннің шуағымен. Сол шуақ түскенде, сәуле түскен кезде өзіңді бақыт сезініп кететінім бар. Өміріңде болған қандай оқиға немесе тәжірибе саған бір ұмытылмастай әсер сыйлады? Бір сәйкестік шығар. Өмірімде ұмытылмайды ау осы. Ізін мәңгілікке қалдырды ау, жарасы мәңгілікке қалды ау деген бір оқиғалардан енді еңсемді көтеріп, бірінші сұхбатқа, бірінші бағдарламаға келіп отырмын. Жыл көлемінде. Желден де, селіккен өмірден де ажыратқан, пенде тіршіліктен алыстатқан, өзіммен өзім қалдырған, көп ой түйдірген сәттерден шынымен енді ғана шығып жатқандаймын. Оны айтпай-ақ қояйын. Кейін бір жыр болып, кейін бір оқиға болып жазылар. Сен қуанып, мақтанып айтатын дүние ол не? Мысалға, сен не нәрсемен жиі мақтанасың? Бір оқиғаны көргенде, бірдеңені түйсінгенде, бірдеңемен ұшырасқан кезде дөп келе қалатын қазақтың сөздері, тіркестері, ойлары, тұжырымдары сол кезде ойпырмай біздің қазақ қандай ғұлама, біздің қазақ қалай айтқан деген сияқты таңғалыстармен кеудемді мақтаныш кернеп кетеді. Бүгінгі күні, осы бүгінгі уақытқа тәуелді кезеңде ең бір құнды әдет, өзіңді сол шақырған жерге кешікпей баратын, уәдеден, үдеден тез табылатын адамдардың қатарына жатқызасың ба? Жоқ, кешігіп қала берем. Өкінішке орай. Үстінде жүріп қалам, ұмытып кетем. Айттым бітті деген адамдардың қатарынан емеспін. Өзімде сондай осы пунктуальностьтан сыр беретін жандарға түсіністікпен қарауға тырысам. Өзіңнің бойындағы ең бір әлсіз тұсың, осалдығың дейікші? Үрей. Үрейге бой алдыру, иә? Ал мықтылығың, ол неде? Тәуекел. Тәуекелшілдігінде. Жақсы. Шынайы айдарында біз кейіпкерімізге шағын ғана сауалдарды жолдай отырып, оның өмірдегі тәуекелшіл адам екендігін, неден қорқатын, неден баз кешу мүмкін екенін және де ол бағалайтын ең құнды қасиеттердің қандай екенін ұғынып үлгердік. Шынайы сәттеріміз көп болсын, шынайы болудан жалтармайық. Мүлгей берсін мына күн, мына аспан, қасарысып қалды ғой жыламастан. Сен дасықтың үйіңе күзімдей боп ақар көріп әлемнен тұра қашқан. Мүлгей берсін мына түн, мынау әлем. Сырласатын жан болса, сыра менен. Сен соңғы рет қолыңды берші маған, өлең жазып берейін қына менен. Мүлгей берсін мына сәт, мынау ғалам. Сәттер өтіп кетпесе жыларым адам. Қалшы десем жанымда, жүрегімде қалар медің мұң түйреп мың арбаған. Мүлгей берсін мына шақ, қал қасымда. Түн менен таң шақ қалды арбасуға, түн менен таң оқталды алмасуға. Бәрі жайлы болғанмен алғашында жалғыз қалған қиындау жар басында. Көктемесін қимайтын құс көңілдер алаңсыз самғасында. Мүлгей берсін мына ай, анау жұлдыз, біз екеуміз бұл түнге қарауылмыз. Мақсат, әрбір өлеңнің осы өмірге кездейсоқ келмейтіні, белгілі бір айтатын шағын оқиғасы, қысқаша баяны болатын ақиқат. Сондықтан жаңа сен оқыған өлеңнен де мен бір сондай айтар мазмұны ғана емес, бір еске алуға тұрарлық тарихы бар өлең құсап сезілді. Өзіңнің аузынан естігім келеді. Иә, енді, 「」 – 「」 – 「」 – 」 – 」 – 「」 – 」 – 「」 – 」 – 「」 – 」 – 「」 – 」 – 」 – 「」 – 」 – 「」 – 」 – 「」 – 「」 – 」 –
өлеңнің жарыққа шығуы, оқырманға жетуі, осы бір керемет сәттерді өзіңіз де білесіз ғой. Қазақтың талантты композиторы, өлім түгіл өкпеге қимайтын бір үлкен азаматы Арман Дүйсен. Бүгінде өкінішке орай арамызда жоқ. Өмірінің өтерінен бұрын, сол бір айдай бұрын осы өлеңді оқып, білмеймін қай жерден оқығанын, содан Қызылордағы жігіттер арқылы менің нөмірімді алып жұмыс жасайық, мен қазақтың ең талантты деген ақындарымен жұмыс жасап, әнге мәтін жаздырып жүрген ағаңмын деп, мына өлеңді жақсы екенін анықтап, бір әнге икемдейік деп осы өлеңді айтып, сөйтіп екеуміз біраз тақырып іздеп, мынаны жазайықшы деп ой түйіп, өзара ақылдасып, сөйтіп енді жеке сол кісімен тандемде шығармашылық жұмыстарға кірісерде ағамыз өзінің бір құлазып жүргенін айтып, жалғызсырап жүргенін айтып, мені біраз тебірентіп, жас ақындармен жұмыс істегім келеді, тағы да бір талантты ақындар болатын болса айт маған нұсқа деп, сондай біраз сырласып ек. Осы өлеңді оқып қайта-қайта, тағы да басқа өлеңдерімді оқып, әттең енді өмір өз дегенін жасады. Уақыт сағат соғып ағамыз арамыздан ұзап кетті. Сол бүгін бір еске алған күн болды ағайды. Бір үлкен өкініш қалды. Өмірімде, шығармашылығымда жақсы әндер жазар ма ек, жақсы туындылар, тыңдарманның, оқырманның жүрегінен орын алатын әдемі дүниелер жасар ма ек деген. Әттең өмір осылай екен. Яғни Арман ағаның бір әнге айналып үлгермеген, көңілінің қошынан табылған жыр ретінде сен үшін аяулы, сен үшін естеліктермен қымбат өлең. Әлдейлейді, өмір ме өлім бе бұл? Бұлт бұрқасын үйіріліп көгімде тұр. Бар мұңымның сеңселі өңімде тұр. Тағдырымның кемсеңі ерінде тұр. Жанарда тұр, қолдағы қаламда тұр. Сансыратқан сансаққа санамда тұр. Ғаусар іздеп ғаршыда адасқандай, тентіреймін тірлікте, ғаламда кір. Байқамайды адамдар, байқамайды. Жайым емес бұл менің жай талайға. Сондай кезде асығам театрға. Күнделікті күйім мен күйбеңімді сахнада біреулер қайталайды. Сондаймын ба? Мен оны, ол мені ме? Айналған ба театрдың ермегіне? Өкіремде сахнадан көргеніме, өкінемін өмірге келгеніме. Шығам сосын, ішімнен ұлып қайғым. Бар мұңымды кеудеме құлыптаймын. Мен бейне бір оқ тиген терезеден алыс құшқан сәулесіз сынықтаймын. Соның бәрін ұғатын қияқырда жалғыз ғана жүректі театрыма. Көкжиектен күн боп қолын созған нұр, құлагер боп керім сыннан озған жыр. Қиянатты қарақылдай қақ жарып, мұңсыздарға салшы бүгін қозғау бір. Қара сөзді қалықтатта көгімнен, қасиет бол құзаршыңнан төгілген. Қаламымды қозғар болсаң құдірет, қайғы мұңның қабырғасы сөгілген. Қадірлі көрермен, сіздер өмір өлең бағдарламасын тамашаладыңыздар. Осынау ойлы да сырға толы әлемде келесіде жүздескенше.